Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Бүгін сіздерге Дитя Туми фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Кейт пен Джон есімді жұптың отбасында қайғылы жағдай орын алды. Себебі бірнеше ай бұрын олардың үшінші баласы шетінеп кеткен еді. Баланың өлген сәті Кейтке қайта-қайта елестей берді. Сондықтан ол психологқа баруды шешеді. Кейт психолог әйелге көрген түстерін айтып, бұны бала асырап алу керек деген белгі деп ойлайды. Әйел психологқа қорқынышты түстерді жеңу үшін вино ішкісі келгенін, бірақ өзін дер кезінде тоқтатқанын айтады. Кейт психологтан шығып, өзінің құлағы естімейтін қызын мектептен алып кету үшін келеді. Жолда әйел апатқа ұшырауға аз қалды. Кешке Кейт фортепианода ойнап отырып, сырттан бір дауысты естиді. Далаға шықса, Макс ойнап жүр екен. Ол құлағы естімейтін қызына ойын ойнауды тоқтатуын өтінеді. Осы сәтте үйге Кейттің күйеуі Джон мен үлкен баласы Дэниел оралады. Түнде Кейт Максты бөлмесіне апарып, шетінеп кеткен үшінші баланы кішкентай періштеге айналып ұшып кетті деп айтады. Кейт ұйықтамас бұрын таблетке қабылдап, Джонның жанына отырып, әйел шетінеген баланың орнын толтыру үшін қыз асырап алғысы келетінін айтады. Бірнеше күннен соң жұп бала асырап алу үшін балалар үйіне келеді. Оларды Эбигейл есімді балаларға қарайтын әйел күтіп алады. Кейт бірінші этажда қыздарға қарап тұрған кезде Джон екінші этажға көтеріліп, Эстер есімді қыздың сурет салып отырғанын көреді. Эстер Джонды бірден баурап алады. Кейін Эбигейл мен Кейт келеді. жұп қызбен жеке сөйлесіп, қыздың басқалардан ерекше екенін біледі. Эстер өзгеше болғандықтан онымен ешкім достасқысы келмейтінін айтады. Эбигейл жұпқа Эстердің Ресейде дүниеге келгенін және ата-анасының өрттен қайтыс болғаннан кейін осында тап болғанын айтады. Арада 3 апта өтіп, Джон мен Кейт қызды өз үйлеріне алып келеді. Жолда Кейт қызға ишара тілін үйретеді. Макстың естімейтінін айтып береді. Үйге келе салысымен кішкентай Макс Эстерді қуана қарсы алады. Сосын Эстер үйдегі Барбара есімді әжемен танысады. Ал Дэниелға Эстер мүлде ұнамады. Дэниел достарымен бірге ағаш үйдің үстінде Playboy журналын тығылып қарап отырады. Эстер мен Макс далада ойнап жүр. Түнде далаға найзағай ойнап, жұптың бөлмесіне Эстер мен Макс келеді. Найзағайдан қорқамыз, сіздердің қастарыңызға жатуға болады ма деп сұрайды. Эстер әкесінің қасына, Макс анасының қасына солай жайғасады. Келесі күні балалар мектепке барайын деп жатыр. Эстер үстіне біртүрлі көйлек киіп алғасын Дэниел мен Макс күледі. Кейт оларға тыныш дейді. Эстер Кейтке келіп, ерекше болғаным ешкімге зиянын тигізе қоймас дейді. Эстер Дэниелмен бірге оқитын болды. Мұғалім сыныпқа жаңа оқушыны таныстырған кезде барлығы Эстердің көйлегіне қарап күледі. Сабақтан соң Эстер мен Макс мұздың үстінде ойнап жатырып, мұны көрген Кейт, бұл жер қауіпті, басқа жерге ойнаңдар дейді. Бұл уақытта Дэниел пейнтбол ойынын ойнап жатырып, кептерді атып жібереді. Құстың қиналып жатқанын көріп, балаға тасты ұсынады. Қыз оған құсты қинамай өлтір дейді. Содан кейін Дэниел мен олай жасай алмаймын дейді. Сосын құсты Эстер өзі өлтіреді. Кешке Кейт Эстердің бөлмесінен ескі библияны тауып алады. Оның ішінен бір ер адамның суретін көреді. Мектепте келесі күні Эстердің библия ұстап жүргенін көреді. Және оны мазақтайды. Сосын кітапты лақтырып, шашып жібереді. Осы кезде Эстер өзін өзі ұстай алмай, бар күшімен шыңғырып айқайлап жібереді. Кешке Кейт қызға фортепиано ойнауды үйретуде. Сосын мектепте болған жағдайды сұрағанда Эстер бұл туралы әңгімелескісі келмейді екен. Қыз Кейттің шетінеп кеткен бала туралы сұрайды. Кейт оны баққа әкеліп, баланың құрметіне өсірілген гүлді көрсетеді. Сосын баланың көрмесе де қатты жақсы көретінін айтады. Кейін Джон Эстер мен Максты ойнатуға алып шығады. Джон Эстерді тербетіп тұрған кезде көрші үйде тұратын әйел келіп, көмегің керек деп үйіне алып кетеді. Бұл жерде Эстерді мектепте мазақтайтын қыз да ойнап жүр екен. Әлгі қыз горкадан сырғанайын деп жатырған кезде Эстер оны шетінен итеріп жібереді. Эстердің бұл қылығын Макс көріп қалады. Джон Эстердің қызды сен итердің бе деп сұрайды. Эстер мен емес дейді. Макс та оны қолдап ол емес екенін айтады. Өзі кінәлі деп айтады. Кішкенен соң Дэниел Эстердің кесірінен барлық достарының маған күлетін болды деп айтады. Ата-анасы Эстердің енді сенің әпкең бұлай айтуға болмайды дейді. Дэниел ашуланып кетіп қалады. Джон баласының бұл қылығына ашуланып, ағаш үйдің ішіне кілтеп тастайды. Кейт балалармен дүкенде жүргенде оған Эбигейл соғады. Ол балалар үйіндегі әйелге қызды асырап алғаннан кейін қандай жағдайлар болғанын айтып береді. Кешке Кейт Эстердің фортепианода ойнап жатқанын көреді. Сөйтсе қыз пианода да ойнай алады екен. Кейт одан әуел баста неге ойнай алмайтын адам сияқты кейіп таныттың дейді. Эстер болса осында келгенде үйрендім ғой деп мойындамайды. Келесі күні оларға Эбигейл қонаққа келеді. Ол Эстер туралы сөйлесуге келген екен. Осының барлығын Эстер тығылып тыңдап тұр екен. Макстың бөлмесіне келіп, сенің әпкеңе көмегің керек деп айтады. Макс оған ағашты үйдің кілтін береді. Бірақ та Эстерге ол емес сейфтің кілті керек болған екен. Сөйтіп ол мылтықты алғаннан кейін Эбигейлді тоқтату үшін Максты жолға қарай итеріп жібереді. Эбигейл қызды көріп, оған көмектесуге келе жатырғанда, оның артынан Эстер балғамен бетінен бір ұрады.
Эбигейл әлі де тірі екен. Сол кезде Эстер оны Макстың көзінше балғамен ұрып өлтіреді. Қыздар балғамен басқа да заттарды жасыру үшін ағаштың үстіндегі үйге келеді. Эстер Максқа бұл туралы біреуге айтсаң, сені де қылмысқа қатысы бар деп түрмеге жабады дейді. Содан кейін сені жақсы көремін деп құшақтайды. Бір кезде қыздардың төмен түсіп келе жатырған Дэниел көріп қалады. Эстер оны бірден байқап, бұл түні Дэниелді келіп қорқытады. Аузыңды жауып жүр, немесе өлесің дейді. Содан кейін арада біраз уақыт өтіп, Джон мен Кейт Эстерді психотерапевтке әкеледі. Дәрігер қызбен сөйлесіп, ода ешқандай ауру жоқ екенін және де екеуінің қызға көп көңіл бөлу керек екенін айтады. Кейтке балалар үйінен соғып, Эбигейлдің жоғалып кеткенін айтады. Сосын полициялар Эбигейлдің мәйітін тауып алады. Джон мен Кейттен бұл туралы сұрайды, бірақ жұптың бұған ешқандай да қатысы жоқ. Олар Эбигейлге не болғанын түсіне алмауда. Кейт Эстердің істерін түсіну үшін интернеттен балаларда болатын психологиялық ауруларды туралы іздейді. Ол жұбайына Эстердің бір нәрсе дұрыс емес екенін айтады, бірақ Джон қызда ешқандай ауру көріп тұрған жоқпын деп айтады. Кейт Эстердің бұрынғы балалар үйіне соқты, тек ол жерде ешқандай ақпарат жоқ екен. Келесі күні Джон тіс емдетуге апару үшін Эстерді ұйқысынан оятады. Эстер бүгін емес, басқа күні барайықшы дейді. Әкесі мен қызы уақыттарын сурет салумен өткізеді. Бір кезде Эстер оған қарап, мені анам жақсы көрмейтін секілді дейді. Бұл уақытта Кейт Дэниел мен Максты мектепке апара жатып, сендерден Эстерден ешқандай біртүрлі іс көрмедіңдер ме дейді. Балалар жоқ дейді. Эстер өлген баланың құрметіне өсірілген гүлді жұлып анасына сыйлайды. Кейт жылап, ашуланып, оның қолынан тартып соғады. Енді Эстер өзінің қолын әдейі сындырып, кешке Джон келген кезде өзінің сындырған қолын Кейт сындырды деп айтады. Джон әйеліне келіп, неге бұлай жасадың деп сұрайды. Кейт бұл мүмкін емес деп айтады. Кейт өзінің олай істеуі мүмкін емес екенін айтып, Джонға қанша ақталса да Джон оған сене қоймады. Кейт дүкенге келіп 2 бутелке вино сатып алады. Әйел үйге келіп 1 стакан ішеді де қалғандарын раковинаға төгіп тастайды. Келесі күні Кейт балаларды мектепке әкеледі. Дэниел заттарын құлатып алып, Кейт оған көмектесуге барғанда Эстер көлікті артқа салып кетіп қалады. Артпен үлкен жылдамдықпен келіп артқа соғады. Макс ішінде тірі қалды. Сол күні кешке отбасыға психотерапевт келді. Кейт Макске Эстердің артын жауып жүр деп жала жабады. Кейін Джон Кейтке өзінің сатып алған виносын шығарып көрсетеді. Сол кезде дәрігер әйелге ішімдіктен емделу керек деп айтады. Әйел виноны көлік айдамас бұрын ішкен және де көлікті Эстердің қозғауы мүмкін деп айтады. Бұған Джон да дәрігер де сене қоймады. Джон әйелге емделуге кет, немесе балаларды алып басқа жаққа кетіп қаламын дейді. Сол кезде Эстер Максқа келіп, мен туралы біреуге айтатын болсаң, анаңды атып өлтіремін дейді. Түнде Дэниел Максқа келіп Эстер туралы сұрайды. Макс оған Эстердің Эбигейлді өлтіргенін айтып береді. Сосын балаға ағаштың үстіндегі үйде Эстердің артына жатын айғақтардың жатқанын түсінеді. Дэниел мен Макстың әңгімесін Эстер тыңдап тұр. Кейт келесі күні балалар үйіне соғып Эстер туралы тағы да біле алмады. Сол кезде Кейт Эстердің өткендегі кітабын ақтармақшы болып шешеді. Кітаптан Сарна институты деген сөзді көріп, интернетке теріп іздеп қарайды. Сөйтсе ол психбольница екен. Бұл уақытта Дэниел ағаш үйге келіп, әлгі балғаны іздестіріп жатыр. Эстер оның артынан келіп, айғақтардың бәрін үйімен бірге өртеп жібереді. Сосын Дэниелді қамап қашып кетеді. Дэниел үйдің шатырына шығып алып, көмек шақыруда. Сосын төменге тайып кетіп құлайды. Есін жоғалтып алған Дэниелді Эстер өлтірмек болған кезде оны Макс ары қарай итеріп жібереді. Отбасы ауруханаға келді. Дэниел мойнынан ауыр жарақат алып, реанимацияда жатыр екен. Кейт Джонға бұның бәріне Эстер кінәлі деп айтады. Бірақ бұны Джон тыңдап та тұрған жоқ. Эстер арты ашылып қалмау үшін Дэниел жатқан палатаға келіп, баланы жастықпен тұншықтыра бастайды. Макс ата-анасына келіп, Дэниелға бірдеме болып жатыр дейді. Дәрігерлер Дэниелді дер кезінде құтқарып үлгереді. Осыдан кейін Кейт ашуланып Эстерді бір ұрады. Дәрігерлер оған тынышталдыратын дәрігері палатаға жатқызып тастайды. Кешке үйде Джон, Макс және Эстер қалады. Джон вино ішіп отырған кезде оған үлкендер секілді боянып киініп алған Эстер келіп сүйе бастайды. Ал Джон болса қыздың бұл әрекетін көріп бұлай жасамауын сұрайды. Эстер мен кішкентай бала емеспін деп кетіп қалады. Кейін бөлмесіне келіп жылайды. Ауруханада Кейтке Сарна институтынан телефон соғып, ер адам Кейтке дереу үйге полиция шақыр, отбасы мүшелерін басқа жаққа жібер дейді. Эстер гормон жетіспеушілігіне ауыратын үлкен әйел, ол сүрткізге бала болып көрінетін кішкентай карлик дейді. Оған қоса Эстердің 7 адам өлтіргенін айтады. Кейт отбасын құтқару үшін үйге асықты. Эстер макияжын сүрткенде айнадан кішкентай қызымыз ересек әйелдің түрін көреміз. Бір кезде үйде свет өшіп қалды. Эстер Джонды арбай алмаған соң Макстың көзінше оны өлтіріп тастайды. Байғұс Макс болса Эстердің кесінен психикалық көп травмаларды алуда. Кейт жолай полицияларды шақырып үйге келді. Ол өлген күйеуін көріп Максқа қауіп төніп тұрғанын көрді. Ол Макстың бөлмесіне келді. Қызының жоқ екенін көріп,
солай ваннаға келді. Сол жерде Эстер оның оң қолынан оқ атып жібереді. Кейт қашып бара жатып бақшаға тығылады. Сол жерге Максты төменде көреді. Максқа тыныш отыр деп ишара береді. Эстер келіп Кейтті қайтадан атады. Макс қашып кетеді, ал Кейт болса жоғарыдан Эстерге секіреді. Кейт оны ұйықтатып, мылтықты алып қашып кетеді. Кейін Эстер ойламаған жерден Кейтке пышақпен шабуыл жасайды. Ал Макс болса анасына көмектесемін деп мылтықты атып қалған кезде мұз жарылып кетеді. Сөйтіп олар судың астына кетеді. Кейт тірі қалып жоғарыға шыққан кезде Эстер оның аяғына жармасып алады. Осы кезде Кейт оның басынан бір теуіп, мойнын майыстырып, Эстер осы сәтте өледі. Осылайша фильм аяқталады. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.